Сәлем баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен микроволновкада бар болғаны 5 минутта дайын болатын кружкалы кекстарды дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін тамашалаңыздар. Ең алдымен таза ыдысымызға бір жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырамыз. Үстінен қантты саламыз. Бөлме температурасындағы сүтті құямыз. Сұйық майды құямыз және де барлығын жақсылап араластырамыз. Үстінен алдын ала електен өткізілген ұн, какао және де қобдатқышты салып жақсылап араластырамыз. Дайын болған қою қамырымызды бірдей қолып кружкаларға құйып шығамыз. Осы құраммен 3 кружкаға жететіндей шығады. Барлық кружканы теңдей құйып аламыз. Дайын болған кружкаларымызды микроволновкаға салып, высокий батырмасын таңдап 5 минутқа қойып қоямыз. Міне достар, біздің бар болғаны 5 минутта дайын болатын кекстарымыз дайын болды. Жасап көріңіздер, баршаңызға ас болсын.